Қадір түні несімен қасиетті, несімен қадірлі. Себебі бұл түнде қасиетті кітап Құран түсірілген. Оқы деп басталатын алғашқы аяттары Мұхаммед пайғамбар тарапынан қабыл алынғанда соңғы діннің діңгегі жер бетінде бекіген болатын. Сонан бері міне 14 ғасыр өтіп, мұсылмандардың саны 1,5 миллиардтан асты. Жаратушысына құлшылық етуші, дұға жасаушы, міскінге көмек беруші мүміндердің де саны артты. Біздің де сол бабаларымыз тарихтың сонау талайлы кезеңдерінде тар жол тайғақ кешуде дініне берік болды. Қазір солардың жанкештіліктері жас буынға мұра болып қалып, жаратқанын таныған, жақсылыққа жаны құмар жастар облыстың бас мешітінде бас қосты. Қадір түніндегі ізгі амалдардың басы құптан және тарауих намаздарынан басталады, ал оның барлығына шақырушы, бет бұрғызушы ретінде бірінші кезекте азан. أشهد